Сәлем достар, видео басталмастан алдын каналымызға жазылып, лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Көпшіліктің суперкарлар, яғни Lamborghini, Ferrari атты көліктер сатып алуға ақшалары жетпейді. Дегенмен, оларды басқа көліктерден жасауға фантазиялары жетіп тұр. Яғни, ескі көліктерден қымбат суперкарларды жасаған адамдарды бүгінгі видеода көрсететін боламыз. Ол жерде өзбек азаматы Запорож көлігінен Ferrari жасап шығарды. Ол көлікті жасап шығаруға 2 ай ғана уақыт кеткен айтып отыр. Бұл көлікті жасап шығарған адамның айтуы бойынша, ол көлікті жасауға ешқандай да қиыншылық туылдырмаған. Қазіргі таңда бұл көлікке қызығушылар өте көп. Егесінің айтуы бойынша, осы көлікті көру үшін шет елдерден де адамдар келіп жатқан айтып жатыр. Алдағы уақытта осы көліктерге ұқсас көліктерді жасауды жоспарлап отыр. Ал біздің келесі көлік ол Қазақстанда жасалды. Қарағанды облысы Шахтинск қаласында жасалған бұл көлік Rolls-Royce көлігінің көшірмесі еді. Нақтырақ айтсақ, бұл көлік Mercedes көлігінің ескі түрінен жасалды. 124 Mercedes, я посмотрел все формы и накидал Rolls-Royce Phantom на эту модель. И все линии, вот задняя часть, боковая часть, полностью крыши, все линии подходят под Rolls-Royce. Бұл адамның айтуы бойынша, бұл көлікті жасап шығаруға 8 ай уақыт кеткен айтып отыр. Сонымен қатар, қалтасынан $3000 ақшасы да кеткен. Алдағы уақытта бұл азамат Mercedes көлігінен Mustang көлігін жасауды армандап отқан айтты. Егер сізге осы видео ұнаған болса, лайктарыңыз басып арнаға жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше.